Абай облысының құрылғанына 1 жыл толды. Осыған орай бақ өкілдеріне арнайы пресс-тур ұйымдастырылып, өңірдің қазіргі әл-ауқаты таныстырылды. Аймақта өндіріс саласы қарқын алып, шағын және орта бизнес дамып келеді. Мәселен, Семейдегі сұйық май шығаратын Қазақ астық групп зауыты өнімдерін Еуропаға экспорттауды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек аймақта қордаланған мәселелердің түйіні шешіліп жатыр. Толығырақ әріптесім Динара Қалиева тарқатады. Қазақ астық групп зауыты аймақта жемісті әрі қоршаған ортаға зиян келтірмей жұмыс істеп жатқан өндіріс орындарының бірі. Мұнда тәулігіне 1000 тоннаға жуық күнбағыс пен 800 тонна зығыр тұқымы өңделеді. Зауыт іске қосылғалы 224,5 мың тонна шикізат өңдеп, 64,4 миллиард теңгенің өнімін сатқан. Кәсіпорында шығарылған сұйық майдың басым бөлігі отандық нарыққа жіберілсе, қалған бөлігі Қытай, Өзбекстан елдеріне саудаланған. Алдағы уақытта тауарды Европаға экспорттау жоспарланып отыр. Бірінші кезең бойынша майды экстракциялау зауыты салынды. Соның арқасында тәулігіне 1200 тонна күнбағыс өңдеуге мүмкіндік туды. Екінші кезең тазарту цехын ашу болды. Біз енді бөтелкеге майды құю және буып-түю желісін салмақпыз. Қазір осы жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Семейде шешімін таппаған мәселенің бірі 120 жылдық тарихы бар Мұхтар Әуезов атындағы колледж ғимаратының жылу жүйесі еді. Кезінде қазақтың талай тарихи тұлғалары білім алған нысан. Билік назарынан тыс қалған. Ғимарат орталық жылу желісіне қосылмағандықтан оқытушылар мен студенттер үшін қолайсыз болды. Колледж директоры Шағангүл Жанаева Семей облыс орталығы болғалы бұл мәселе толығымен шешілді дейді. Алаштың кереметті тарихы зор оқу орны, осы күлдің астында жаттық. Өзіміз от жақтық осы жерде. Котельний өзіміздікі, қалаға орталықтандырылған қосылмаған. Жылдар бойы осы зардабын көріп келе жаттық. Осы істі қолға алып, біздің әкіміміз, біздің оқу орнымыздың жылу жүйесін қаланың орталықтандырылған жылу жүйесіне қосып отыр. Бұдан бөлек бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Семейден 70 шақырым жерде орналасқан Шүлбі су электр станциясының IV+ клиникасының абилитация және оңалту орталығының жұмысымен танысты. Динара Ерболқызы, Информбюро, Абай облысы.